Одан бөлек тағы бір мәселе, бұл кісінің қол астындағы шәкірттерін айтып кетейікші. Шәкірттері де атақты ғалымдар еді фиқх ғылымында. Солардың біреуі қазы кісі, Исхақ ибн Мұхаммад ас-Самарқанди деген кісі болған. Одан бөлек Абу Мұхаммад Абдул-Карим ибн Муса аль-Баздауи. Бұл Абу Муса аль-Баздауи деген кісі атақты баздауилердің атасы. Ол атақты баздауилер біреуі Фахрул Ислам Али аль-Баздауи, екінші Садрул Ислам Абу Ясир аль-Баздауи. Бұл екеуі де фиқхта, ақидада өте үлкен кітаптар жазған, еңбектер қалдырған адамдар. Ислам ғылымындағы ірі ғалым кісілер. Имам Абу Мансур Матуридидің кітаптары көп. Оның үлкен кітабы сізбен бізге белгілісі Тауилатул Құран, Китабу Таухид, және Шияға, Муътазилаға, басқа топтарға қарсы жазған род кітаптары екен. Қосып бұл жерде айтатын, толықтырып айтатын мәселе, бауырлар. Абу Мансур Матуридидің тарихын оқып алып, сосын сөйлеген дұрыс еді. Ол кісінің Табақат Ханафия баптарынан көріп іздеген адам табатын еді. Ол белгісіз адам, кімнен сабақ алды деген жала сөздерге сеніп алып, бірақ адамның мақаласын оқып, басқа ғылыми жетістіктерге жеттім деп секірудің қажеті жоқ еді, бауырлар. Ол кісіні имам деп атап келген ислам үмметінің көп бөлігі Аш'ари мен Матуридиді құрайды. Қазіргі заманда да сүнниттердің ішіндегі 80%, 90% Аш'ари менен Матуридилер. Бұрын да 80-90% солар болған. Ғалымдардың да ең ірілері Аш'арилер мен Матуридилерден шыққан. Қолбасшылардың да ең ірілері Аш'арилер мен Матуридилер болған. Патшалардың да көбісі. Одан бөлек, бауырлар, ислам ғылымында Аш'ари Матуриди тек қана бір-екі ғылым емес, бүкіл ислам ғылымдары, хадис, улумул Құран, илмур риджал, усулул фиқх, басқа исламның тарих бөлімдерінің барлығында да осы кісілер орын алған. Сондықтан, егер бір адам Аш'ари Матуриди әхлі сүннадан емес деп ұран салатын болса, онда ислам үмметінің үлгілі, үлкен ғұламалары исламнан шығып кетеді. Ибн Хаджар Асқалани, имам Науауи сынды кісілердің хадис кітабын оқымаңыз онда. Бұхаридің шарқын жазған ең ірі ғалым кісі Ибн Хаджар Асқалани, хафид. Имам Муслимнің ең ірі шарқын, атақты шарқын жазған имам Науауи. Екеуі де Аш'ари болған ақидада. Екеуі де Аш'ари болған. Онда олар әхлі сүннадан емес десеңіз, сіз ғалымдардың сыртынан айтқан ғайбатыңыз болады. Біріншіден. Екіншіден, ғалымдардың еті улы екенін ұмытпаңыз. Ислам үмметінің үлкен ғұламалары тұрғанда, мына 20 ғасырдың тәләба білімдерін сүйену, мен ойлаймын, бұл қате пікір деп ойлаймын.